Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілін бастаймыз. 57-ші сабақ су тіршілік көзі. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бүгінгі сабақта сөйлемдегі бір-бірімен байланыстырған сөздерді табуды үйренесіңдер. Мәтінді қайта құрастырып, мәтін түрін ажыратасыңдар. 28-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Құс дәнді қалай бөлді? Тышқан мен борсық бір қара дән тауып алды. Оны қалай бөлісуді ойлады. Осы кезде жандарынан қарлығаш ұшып бара жатты. Қарлығаш, мен сендерге көмектесейін деді. Сен тышқан қолыңа күрек ал, жерді қазып, дәнді ек. Ал сен борсық, су құйғыш алып, жерді суғар. Тышқан мен борсық оның айтқандарын істеді. Күзде үлкен күнбағыс өсіп шықты. Оның дәндері өте көп болды. Олар дәнді бөлісті. Тышқан бір шелек, борсық бір қап. Ал қарлығаш ақылды кеңесі үшін тұтас бір себет дән алды. Балалар, мәтін не туралы? Дұрыс, дән туралы екен. Дәннің жақсы өсуіне не себеп болды деп ойлайсыңдар? Әрине, су себеп болды. Судың пайдасы тиді ме? Судың пайдасы тиді. Неліктен суды тіршілік көзі деп атаймыз? Себебі адамдар да, жануарлар да, өсімдіктер де сусыз өмір сүре алмайды екен. 29-ші жаттығу жұмбақты қатесіз көшіріп жазып, шешуін табыңдар. Жұмбақтағы сөйлемдерден сөздердің байласын тауып көріңдер. Аяғы жоқ, қолы жоқ, бірақ тыныш тұрмайды. Сақтамасаң қорын тек, барша тірлік қурайды. Балалар, жұмбақтағы сөйлемдерден сөздердің байланысын тауып көрдіңдер ме? Сәйкес келе ме? Жарайсыңдар. 30-ші жаттығу керекті сөздерді пайдаланып, өлең құрастырып көріңдер. Сарқырама, қияшыңнан құлайды, тасты бұзып арыны. Ақ жалданып тулайды, құлақ жарар сарыны. Балалар, сіздердің құрастырған өлеңдеріңіз сәйкес келді ме? Жарайсыңдар. 31-ші жаттығуда дұрыс құрастырылмаған мәтінді қайта құрастырып көрейік. Тамақ жемеген адам бір айға дейін шыдай алады, ал сусыз 3 күнге ғана шыдайды. Шөлге ең шыдамды түйенің өзі сусыз 8 тәулікке ғана шыдайды екен. Балалар, мәтіннің қай түріне жатады? Дұрыс айтасыңдар. Әңгімелеу мәтініне жатады. Өйткені әрбір сөйлем не істейді деген сұраққа жауап береді. 38-ші жаттығу. Меңзер бағыты бойынша бір әріп тастай отырып, мақал құрастырып көрейік. Сендерге түсінікті болу үшін артық әріптерді жасырып қойдым. Пайда болған мақалымыз су ішкен құдығыңа түкірме. Балалар, бұл мақал қандай мағына береді деп ойлайсыңдар? Әрине, табиғатымызды қорғауға шақырады екен. Балалар, бүгінгі тапсырмалар сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақ аяқталды.